Сәлем, менің гүл сүйетін көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Рео гүлі туралы айтатын боламын. Осы видеодан Рео гүлінің су құю әдісі, көбею әдісі және күтімі туралы білетін боласыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, ішіндегі видеоларымның бәрін көріңіздер. Рео гүлі күннің көзін жақсы көреді. Шығыс жақтағы терезеге қойсаңыздар да болады, және батыс жақтағы күннің көз түсетін терезеге қойсаңыздар болады. Шілденің ыстық күнінде қатты ыстық терезенің алдына қалдыруға болмайды. Жапырақтары күйіп қалады. Ал егер күннің көзі түспейтін жерде тұратын болса, яғни көлеңке жерде тұратын болса, жапырақтары нәзік болып, және де түсі өзгереді. Ашық жасылданып кетеді. Жаздың күндері далаға шығарып қойсаңыз да болады. Ал енді су құю әдісіне келетін болсақ, жаздың күндері суды өте көп ішеді. 2 күнде 1 рет құйсаңыз да болады. Су құяр алдында бірінші топырағын саусақпен тексеріп алу керек. 1-2 сантиметр саусағыңызды топырағына тығып, егер намы болса су құймайсыз, ал егер құрғақ болса су құясыз. Қыстың күндері су құюды азайтасыз, себебі барлық гүлдер қыстың күні нам көп болғандықтан, күннің көзі аз болғандықтан суды барлық гүлдер аз ішеді. Ал енді Рео бұл шомылғанды жақсы көреді. Бұған күніге су шашып тұрсаңыз да жақсы. Және де ол су 1 күн, 2 күн тұрған су болу керек. Ал енді топырағына келетін болсақ, Реоға универсальный үй гүлдеріне арналған топырақ болады. Және де егер ол топырақты сіздер морозильникке 1 күн не болмаса 2 күнге мұзға қатырып алсаңыз, ішіндегі бүкіл құрт құмырсқасы өліп қалады екен. Содан мұздан әбден ерітіп, жылығаннан кейін барып гүлді отырғызасыз. Астына керамзит не болмаса пеноплекс салсаңыз болады, топырақтың астына. Горшогына келетін болсақ, Реоға анау айтқандай үлкен горшоктың керегі жоқ. Және бұны жиі горшоктан горшокқа ауыстыра берудің де қажеті жоқ. 1 жылда не болмаса 2 жылда 1 рет пересадка жасасаңыз жетеді. Және де пересадка кезінде Реоның тамырлары егер жақсы болатын болса, тиісудің қажеті жоқ. Өзі түсейін деп тұрған топырақтарын сілкіп-сілкіп түсіріп, қайтадан оның тамырын қопарудың қажеті жоқ. Қайтадан басқа горшокқа отырғыза саласыз. Ал егер тамырда шіріктер болатын жағдайда, сол шіріген жерлерін кесіп алып тастайсыз. Сөйтесіз де сол шіріген жерге активированный угольді себесіз. Сеуіп болғаннан кейін барып қана горшокқа отырғызасыз. Сол кезде активированный уголь бұл гүлдің тамырының шірігін тоқтатады. Рео гүлі бұл астынан атростық көп шығарады және тез көбейеді. Сол атростықтардан көбейтсеңіз болады. Рео гүлі бұл өзі тез өсетін өсімдік. Тез өскендіктен астындағы жапырақтары сарғайып, қурап жатса, одан қорықпаңыз. Себебі бұл өзі тез өскендіктен астындағы жапырақтары тез ескіреді. Оны алып тастай салсаңыз болады. Рео көктем мезгілінде және де арасында кейде күзде де гүлдейді. Майда гүл ашатын гүлдейтін гүлдердің қатарына жатады. Егер дәрумен беретін болатын жағдайда болсаңыз, Реоға гүлдейтін гүлдердің дәруменін беру керек. Рео гүлінің күтімін менің бір көрерменім сұраған екен, сол кісінің өтініші бойынша түсірдім. Сіздерге ақпараттарым ұнады деп ойлаймын.
Егер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып, маған лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.